тілінің 59-шы сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз түрлі қызықты тақырыптарды қозғайтын боламыз. Сөз және оның мағынасы. Ертегіні оқы. Торғай мен тышқан. Ертегі. Торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі егін егіпті. Егін өте жақсы шығады. Торғай мен тышқан тең бөлісе бастайды. Бір бидай артылып қалады. Оны бөле алмайды. Содан екеуі далада қой бағып жүрген бір қойшыға келеді. Балалар, мынау торғайдың суреті, мынау тышқанның суреті, мына жерде қойдың және мына жерде қойшының суреті тұр. Қойшы дәнді алып екеуіне тең бөліп береді. Бұған торғай мен тышқан да разы болады. Сөйтіп өз жөндеріне кетеді. Балалар сөзі кітабынан алынған ертегі. Балалар, бұл ертегіде торғай мен тышқанның өздерінің басынан өткен оқиғалары туралы айтылған. Ендеше осыған байланысты бірнеше сұрақтарға жауап беріп көрейік. Торғай мен тышқан не екті? Торғай мен тышқан бидай екті. Олар дәндерді қалай бөлді? Тең бөліп алды, өйткені қойшыға барды. Торғай мен тышқан неге таласты, балалар? Дәнге таласты. Дәнді бөлісуге оған кім көмектесті? Шопан көмектесті. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше келесі жаттығуға көшейік. Жақсы сөзіне мағынасы қарама-қарсы сөзді тап. Қандай деп ойлайсыңдар, балалар? Жақсы сөзіне қарама-қарсы сөз. Жаман, жақсы дос, жаман дос деген бар. Екінші жаттығу. Бірнеше мағынасы бар сөздерді бір бөлек, мәндес сөздері бір бөлек жаз. Адам, жуас, жарық, кісі, момын, алма, дос, ара, жолдас, бұрыш, қой деп аталатын сөздер. Бір мағыналы және көп мағыналы деп екіге бөліп қойдым. Бір мағыналы сөздерді қараңдар. Адам, кісі, жуас, момын, мына жерде тұр. Дос, жолдас деп атауға болады. Ал енді көп мағыналы сөздерге балалар қайсы жатады деп ойлайсыңдар? Жарық. Мысалы, күннің жарығын айтамыз, жарық деп. Ал екінші жарықты, мысалы, сендер ыдысты сындырып алсаңдар, оған сыза түсетін болса, соны жарық деп атайды. Алма. Алманы адам жей алады, және бір затты алма, орнына қой деген кезде, ол екінші мағынасы болады. Және сол сияқты ара, бұрыш, қой сөздер. Мысалы, осы жердегі араны және бұрыш сөздерді және қой сөздерін айтып беріңдер. Келесі, үшінші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Балалар, дәптерлеріңді ашыңдар. Жұмбақты көшіріп жазамыз. Каналға тіркеліп, тегін кітапшаны ұтып ал. Өзі айлакер, өзі бір қу, жүрген жері айқайда шу. Мұның мәнін кім табар екен? Оның мәні түлкі, Түлкі өзі айлакер, қу болады, және жүрген жерінде дау-дамай тудырып жүреді. Сау болыңдар, балалар, келесі кездескенше каналға тіркелуді ұмытпаймыз.